Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге өте ерекше рецепттердің бір түріменен бөлісетін боламын. Етсіз сұлы жармасынан жасалатын котлет. Өте керемет болып шығады. Видеомды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге осылай жарма қажет болады. Оның үстінен қайнаған суымызды құйып, біраз уақытқа суымызды кішкене тартып, өзінің жұмсарғанша қойып қалдыратын боламыз. Енді бізге екі ғана картоп қажет болады. Оны үккіштен өткізіп аламыз. Және бізге екі дана пияз қажет болады. Пиязымызды да дәл солай үккіштен өткізіп алатын боламыз. Және екі дана сарымсақ қажет болады. Оны да майда көзінен өткізіп, пиязымызбенен өткізіп дайындап аламыз. Жармамыз дайын. Суды бойына сіңірген кезде картоплымызды, пиязымызды саламыз. Оның үстінен тұз, қара бұрышымызды салып, қалауларыңыз бойынша басқа да өндеушілерде салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындап аламыз. Дайын массамызды осылай қолымызбенен формаға келтіріп аламыз. Және де табамызда майымызды қыздырып, бірінен соң бірін салып, қызартып, қуырып аламыз. Осы тәсілменен міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығыңызға ұнайды. Өте керемет болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонда алдағы уақытта менің видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Мінекей барлығы пісіп шықты. Енді оны қағаз салфеткамыздың үстіне қойып аламыз. Осылай дайын болады. Өте дәмі керемет. Қалаған соустарыңызбенен бірге жесеңіздер де болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.